Сіз жұбайыңызбен дұрыс ұрсып жүрсіз бе? Иә, дұрыс ұрсуды да білу керек. Былай қарасаңыздар, қызық сұрақ болуы мүмкін, қалай сонда адамдар ұрыспауға тырысады, ал біз бұл жерде дұрыс ұрсу керекпіз бе дегендей. Шын мәнінде зерттеулерге сүйенетін болсақ, отбасы қарым-қатынаста ерлі-зайыптылар арасында конфликттердің болуы бұл қалыпты жағдай. Және одан да артығы, бұл конфликттердің, проблемалардың 69% мүлдем шешілмейтін проблемалар қатарына жатады. Демек, екі түрлі адам болғандықтан біздің көп мәселелерге екі түрлі көзқарастарымыз болуымыз қалыпты. Осы тұрғыдан, егер конфликт болу қалыпты болатын болса, ұрысу қалыпты болатын болса, онда осыны дұрыс жасауды үйренуіміз керек. Зерттеулерге сүйенетін болса, бақытты отбасылар мен бақытсыз отбасылардың ұрысу жиілігі бір-біріне өте жақын. Мысалға, шамамен аптасына 2 рет, айына 3 рет, аптасына 1 рет деген сияқты жиілік қарайтын болсақ, бақытты отбасыларда, бақытсыз отбасыларда бірдей ұрсады екен. Яғни бақытты отбасылар дегеніміз мүлдем ұрыспайтын, мүлдем конфликт болмайтын, күшті бір кукла сияқты, робот сияқты идеальный өмір сүретін паралар емес. Олар да бақытсыз отбасылар сияқты жиі ұрысып тұрады, келіспеушіліктер болады, реніштер болады. Яғни адамға тән бүкіл эмоциялар көрсете алады. Мен сізге даже мынаны айтайын, егер маған бір жұп келіп, біз мүлдем ұрыспаймыз десек, бұл жерде өте үлкен проблема бар деген сөз. Өйткені ұрыспау үшін бір тарап үнемі жертвовать ету керек. Ұрыс болмас үшін бір тарап өзін үнемі артқа тарту керек. Өзін жеке ойларын айта алмау керек, пікірмен бөлісе алмау керек, ішкі сезімдерін басып отыру керек. Бұл адамның табиғатына қарама-қайшы нәрсе. Сол кезде ұрыс болмайды. Иә, мен ондай кезде ешқандай ұрыс жоқ, тамаша. Біреу бір нәрсе айтады, екіншісі иә дей береді. Біреу бір нәрсе ұрысады, екіншісі иә дей береді. Біреудің жақтырмайтын бір әрекеті болады. Жарайды, әйелім ғой, күйеуім ғой деп үндемей қоя салады. Сөйтіп қарап тұрсаңыз, идеальный мүлдем ұрыспайтын отбасы. Бірақ жеке тұлға ретінде іштей күйіп жанып жатқан отбасылар болады. Менің жеке қабылдауыма осындай отбасылар көп келеді. 20 жыл бірге, 30 жақында бір кісіге жасы 60-қа таяп қалған әйел кісі, күйеуімізбен отасқанымызға 30 жыл болды дейді. Сыртқа қарасақ, менің күйеуім періште. Сыртқа қарасақ, біз идеальный семьямыз. Балдарымыз өскен, үйленген, немерелеріміз бар, үзілмейтін қонақ, бәрін күшті қарсы аламыз. Бірақ күйеумен жеке қалған кезде арамыздағы қарым-қатынасқа қарасақ, күйеуім өте агрессивті, ешқандай қарама-қайшы ой пікір қабылдамайды, дереу ұрыс басып тастайды, және мен 30 жыл өмір сүрген күйеуіммен өзімді өкінішке орай жалғыз сезінемін. Мінекей қарап тұрсаңыз, ұрыс жоқ, конфликт жоқ, проблема жоқ, бірақ бір тарап түбегейлі бақытсыз, екінші тарап түбегейлі былай айтқан кезде абьюзер болып жатыр. Сол үшін бағанағы сұрақты қайтадан сіздерге қояйын. Сіз дұрыс ұрсып жүрсіз бе? Жалпы жұбайыңызбен қаншалықты жиі ұрсасыз, бұл ұрыстарды қалай өткізіп жатсыз? Күнделікті өміріңізге қалай әсер етіп жатыр? Сол бойынша комментарийде ойларыңызды, пікіріңізді бөлсіңіз. Ал мен сізге дұрыс ұрсуды үйретейін. Бақытсыз отбасылар ұрысқан кезде, неге олар бақытсыз болып жатады? Ұрысқан кезде жеке тұлғалық қасиеттерін қатты таптайды. То есть личностьқа өтіп кетеді. Қатты айыптайды, қатты кінәлайды. Ұрыстары бір күйеу мен әйел емес, бір екі дұшпанның, бұдан кейін мүлдем араласпайтын бір екі адамның ұрысы сияқты өте ауыр өтеді. Екіншісі, ұрыстан кейін татуласуға қадам жасамайды. Екеуі де немесе екеуінің біреу қырсығып тұрып алады. Как будто қасындағы адам бір адам өлтіріп қойған сияқты. Өте ауыр бір қастандықпен, өте бір терең, күрделі бір дұшпандықпен қарайды да, мүлдем татуласуға қадам жасамайды. Осындай отбасылар татуласпай, әңгімелеспей, мәселені талқыламай, ештеңе болмаған сияқты белгілі уақыттан сөйлесіп кетеді. Бірақ мына ұрыстың обидасы, мына ұрыстың асады өмір бойы іште қалады, және бұл жинала береді. Одан бөлек бақытты отбасыларды қарайтын болсақ, олар ұрысқан кезде жеке тұлғаға өтпейді. Проблеманы талқылайды, мәселеге талқылайды, реніштерін айтады, екінші тарапты айыптап кінәламайды. Сенің мына істеген әрекетің маған ұнамады дейді. Сен мынандай оңбаған неге былай істейсің демейді мысалға. Балағат сөздер айтпайды, бір-біріне қол көтермейді, және ұрысып жатқан сәтінде, келіспеушілік сәтінде, конфликт сәтінде қасында тұрған кісі өзінің жұбайы екені, өмірлік серігі екенін ұмытпайды. Ұрысып қалғаннан кейін ренжіп қалуы мүмкін, сөйлеспей қою мүмкін, кішкене өкпелеу мүмкін, бірақ бұны қатты созбайды.
өте тез арада екеуі немесе екеуінің біреуі алғашқы қадам жасап отбасын татуластыруға тырысады. Сондықтан отбасы психологиясында жалпы мынандай бір түсінік бар. Орысшасы өте әдемі естіледі. Не важно быть правым, важно сделать правильно. Мінекей, менікі прав. Екеуіңіз де өзінше прав болып қатайып тұра беруіңіз мүмкін. Бірақ бұл қарым-қатынасқа пайда келтірмейтін болса, керісінше зиян келтіретін болса, онда бұндай правданың ешкімге пайдасы жоқ. Достар, сіздер жұбайыңызбен қалай ұрсып жатсыздар? Комментарийге жазыңыздар. Қай категорияға жатасыз? Ауыр ұрсатындар ма, жеңіл ұрсатындар ма? Ұрысты қалай өткізесіз? Және ұрысқаннан кейін жұбайыңызбен татуласып әңгімелесе аласыз ба? Осымен бүгінгі видеомыз тамам. Келесі видеода көріскенше аман сау болыңыздар. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және пайдалы десеңіздер, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.